Жібек бір дөкейдің ерке тұтай, шолжаңбай қызы. Өзі сондай келбетті, шашы ұзын, әдемі, сарыдан келген қыз болатын. Жібек бай әрі әдемі болғанға көп адамды менсіне бермейді. Тек өзінің араласатын ортасы бар еді. Жібектің жаман қылықтарға әуестігі ерте басталды. 8-ші сынып кезінде қасындағы қыздарға қосылып, темекі шегуді бастады. Әкесінің байлығына сеніп, мектепті де жарытпады. Оқығысы келсе оқып, оқымаса тіпті қоя салатын. 2018 жылдың қыс мезгілі болатын. Досы Есбол хабарласып, бір құрбысының қиын жағдайда қалғанын айтып, үйіне бір түнге түнете тұруын өтінеді. Жібек еш қарсылықсыз келе берсін, күтіп аламын дейді. Шамалы уақыттан кейін бөтен бір номер хабарласады. Өзін Үнжу деп таныстырады. Есболдың айтқан қызы осы болды ғой деп ойлаған Жібек есікті ашып үйіне кіргізеді. Үнжу бір көргеннен Жібекке ұнамады. Түрі сұстылау келген, шашының бәрі қызылды жасылды болып боялған екен. Сырт көзге қарағанда көпшілікке ұқсамайтын ерекше қыз еді. Бірақ досының құрбысы болғанға сыр білдірмеді. Сол күні Үнжу Жібектің үйіне бір күн түнеп, ертесі орталық базарға апарып тастауын өтінеді. Сол жерде жігітті күтіп тұрғанын айтады. Келіскен екеуі орталық базарға барады. Жігіті Үнжуді күтіп алады. Өзі орта бойлы, сымбатты, қара торы жігіт екен. Жібектің көзіне бірден түседі. Жігіт те Жібекті ұнатқанды көрініп тұр. Өзі әдемі қызға қайта-қайта қарағыштап көзін ала алмай тұр. Көп күттірмей Үнжу Жібекті жігіті Алмаспен таныстырады. Сосын Жібекке рахметін айтып, екеуі әрімен қарай кете барады. Жібек те Алмасты қимағандай үйіне қарай қайтты. Сол күні Жібектің ойынан Алмас шықпады. Өзі әп-әдемі жігіт. Үнжу сияқты қыздың жігіті болғанына бір жағынан қызғанып, бір жағынан қимай тұр. Не керек тілегені алдынан іздемей ақ табылып, кешкісін Алмас Жібекті ВКонтакт желісінен тауып алып, хабарлама жазды. Жазады деп күтпеген Жібек те қуанып қалды. Екеуі ұзақ түн ортасына дейін сөйлесті. Ертеңіне орталық базарда қайта кездесетін болып шешті. Ертеңгісі таңертең Жібек Алмас үшін қайта орталық базарға барады. Сол жақта кездесіп, екеуі бұрыннан таныс адамдарша күліп, ашық жарқын сөйлесіп отыр.